Баршаңызға қайырлы күн. Менің гүлсер оқырмандарым. Мен сіздерге бүгін керемет үй жағдайында пияздың қабығын қалай қолданатыныңызды видео соңында айтып кететін боламын. NV101 гүлдің өсуіне керемет көмек. Әсіресе күз мезгілі қолдануға тиімді уақыт, гүлге арналған иммунитетті көтереді. Циркон өсімдік өсуін реттейтін препарат. Тұқымдардың шыдамдылығын арттырады, өсуін тездетеді, өсімдіктердің өнімділігін және сапалығын жақсартады, құрғақшылыққа төзімділігін арттырады, саңырауқұлақты және бактерияларды аурулардан қорғайды. Жарты литр жылы суға 2-3 тамшы тамызып, жақсылап араластырып қолданамыз. Цирконды гүлдер жапырақтарын тастап жіберген кезде немесе пересадка қылып ауыстырған кезде қолданамыз. Дозасын көбірек қосып жібермеңіздер, түбіндегі тамырларын күйдіріп жіберуі мүмкін. Бүгінгі видео сабақта мен сіздермен алакозияны, қазіргі таңда атауы піл құлағы, гүлінің әдемілігі, жалпақ жапырағында, жапырағының көлемді болуына байланысты гүл піл құлағы деп аталады. Сонымен қатар жаңбыр жауар алдында піл құлағының жапырағынан тамшы тамады. Осы қасиетіне орай гүлді жылауық, ауа райын болжағыш деп те атайды. Ғалымдар өсімдікті ғылыми тұрғыдан зерттеу барысында гүлдің жөтелге, ревматизмге, денедегі түрлі жараға, сондай-ақ аллергия, қабыну мен ісікке және асқазан ауруларына қарсы ем екендігін дәлелдеген. Гүлде темір, никель, хром, мыс, тағы басқа көптеген микроэлементтер мен дәрумендерге бай. Биологиялық белсенді заттардың құрамында көп болуы әртүрлі инфекциялық ауруларға төтеп бере алатындығы көрінеді. Отаны оңтүстік шығыс Азия тропикалық ормандарда табиғатта 500-ге тарта түрі бар, бірақ барлығының жапырақтарының пішіні піл құлағына ұқсас келеді. Жапырақтары тікелей топырақтан өсіп шыққан сабақтардың басында орналасқан. Сабақтарының бойы аса биік болмаса да, жапырақтарының көлемі үлкен болып келеді. Көп суғарып жібергенде немесе ауа тым ылғал болып кеткенде жапырақтарында су тамшылары пайда болады. Үйде күтім жасау кезінде алакозияға күн сәулесі тікелей түспейтін жарқын, таралған жарық қажет. Бұл әдетте бөлменің жақсы шығыс және батыс бөлігі. Қыста гүлді үйдің ең жарық бөлігіне көшіру керек. Үйдің жарығы жеткіліксіз болса, жасанды жарық жасау керек. Температура жазда 18-26, қыста 21 градустан төмен болмау керек. Ылғалдылық қажет және жапырақтарын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Ылғалды ауаның барлық гүлдерге керек екенін ескеріңіз. Алакозияға қышқыл топырақ қажет. Цитрус, тұқымдас және басқа да жемістер бөлме гүлдерін өсіруде апельсин, мандарин және бананның қабығы жақсы тыңайтқыш болады. Мұндай тыңайтқышты дайындау үшін апельсиннің немесе мандариннің қабығын ұсақтап турап, 1 литр құтыға салып, туралған қабықтарды бататындай етіп қайнаған су құямыз. 1 күн тұрған соң, қайтадан құтының ішіндегі қабықтарды алып тастап, оның шырына 1 литр құты толғанша таза су құясыз. Содан соң гүлдерін суара беруге болады. Күл. Гүлдерді құнарландыру үшін күлді топырақпен араластыру керек. Сонымен қатар күлден сұйық тыңайтқыш дайындауға болады. Ол үшін 20 грамм күлді 1 литр суда ертіңіз. Ашытқы. Үйдегі қолданып жүрген ашытқы. Бөлме өсімдіктерінің жылдам өсуіне жақсы әсерін тигізетін тыңайтқыш. Ашытқы тыңайтқышын дайындау үшін 10 грамм ашытқы мен 1 ас қасық қантты 1 литр жылы суда ертіңіз. Егер үйіңізде тек құрғақ ашытқы болса, 10 грамм құрғақ ашытқы мен 3 ас қасық қантты 10 литр суда ертесіз. Сіз қай тыңайтқышты қолданып жүрсіз? Күнделікті қолданатын қант. Қант бөлме гүлдерін құнарландыру үшін қолданылатын табиғи тыңайтқыштардың бірі. Қантты топыраққа себеді немесе сумен араластырады. Егер сумен араластыратын болсаңыз, 10 грамм қант 200 мл суда ертіңіз. Бұл ертіндімен гүлді аптасына 2 рет суғару қажет. Сонымен қатар дәріханада глюкоза сатып алып, 1 таблетка глюкозаны 1 литр суда ертіп, бөлме гүлдерін суаруға болады.
Мұндай ерітінділерді гүлдердің жапырақтарына шашуға да болады. Бұл ерітінділер әлсіз және ауырып тұрған гүлдерге жақсы көмектеседі, ал мықты бөлме гүлдеріне тыңайтқыштың қажет етпейді. Үлкен жапырақты гүлдердің жапырағын аптасына 1 рет сабынды сумен сүртіп, соңынан таза сулы шүберекпен сүртіп шықсаңыз, гүлдің де бөлмеге тарататын ауасы таза болады. Гүлдің солып ауырып бастағанын көзіңіз шалса, оған ем жүргізу керек. Ол үшін кәдімгі нан ашытқысын қолданып көріңіз. Ол үшін 1 ас қасық мөлшерінде 1 литр суға ертіп 2 сағатқа қалдырамыз. Өйткені су көтеріліп ашуы тиіс. Дайын болған судың барлығын тауыстып гүлдерге құюға асықпаңыз. Аздаған мөлшерде гүлдің түбіне құйып шықсаңыз, келесі жолға да үстіне тағы су құйып сақтауға болады. Әрине ұзақ уақыт сақтауға болмайды. Ары кетсе 2 күннің ішінде бұл қоспаны гүлдерге құйып тастау керек. Одан соң гүлдің жапырақтарын су бүркіп тұруда оның сұлуына әсер етеді. Су бүркігіш пен жапырақтарының астыңғы жағынан суды бүркіңіз. Өсірген гүлдеріңіз үйіңізге шырай, деніңізге саулық, отбасыңызға береке мен тыныштық орнатады. Ендігі кезекте үй жағдайында пияздың қабығын. Пияз қабығы. Пияздың қабығы көптеген микроэлементтерге бай болғандықтан, одан тыңайтқыш дайындауға болады. Ол үшін 50 грамм пияз қабығын 2 литр су құйып қайнатыңыз. Қайнаған соң отты сөндіріп суытыңыз. Суыған соң сұйығын сүзіп алып, залалсыздандыру мақсатында сол сұйықпен өсімдіктерге және топырақтың бетіне шашыңыз. Видео ұнап жатса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі жолы және де керекті тыңайтқыштармен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.